Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылары. Тікелей эфирде ашық әкімдік Әсем Сарбаева мен біздің бүгінгі спикеріміз Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Айдос Хамиев. Добрый день, уважаемые зрители. В прямом эфире ашық әкімдік Әсем Сарбаева. Сегодняшний спикер нашего проекта Айдос Хамиев, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маңғыстауской области. Құрметті желі қолданушылары, бүгінгі спикерімізге қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфирде сұрақ қою мүмкіндігін өткізіп алмаңыздар. Айдос Таңғалиұлы, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Енді біз ашық әкімдік жобасы жөнінде естіп көріп жатқан боларсыз. Алдын ала аңдатпа береміз. Міне ертең осындай басқарманың басшысы келеді, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар деген сияқты. Шыны керек сұрақтар ондай көп түскен жоқ. Енді қазір тікелей эфир барысында желі қолданушылары өздерін толғандырған сауалдарын қоя жатар деген ойдамын. Енді шыны керек биыл Ақмаржан қалақтауымыздың туған күніне міне жақындап қалды. Осы қыркүйек айының соңы, қаламыз күн санап көркейіп, өсіп, кеңейіп жатыр. Қуаныштымыз. Десе де әсіресе қаламыз солтүстік бағытқа қарай жақсы көркейіп өсіп жатыр. Енді жаңа шағын аудандар, жаңа үйлер салынып жатыр. Сол үйлерді негізінен инфрақұрылыммен қамту жағы қалай болып жатыр? Мәселен, ауыз су, газ, электр энергиясы, жылу деген сияқты. Соған тоқталып өтсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Әрине, бүгін облыс орталығы қарқынды даму үстінде, солтүстік бағытта қарқынды дамып келеді. Оның ішінде әлеуметтік нысандар, көп пәтерлі тұрғын үйлер және басқа да қажетті инфрақұрылымдар іске асырылуда. Бұл нысандарда біріншіден әрине сумен, электр көзімен, жылу энергиясымен қамтамасыз ету басты мақсаттардың бірі. Сол себепті бүгінгі таңда Ақтау қаласы әкімдігімен жаңа 8 шағын ауданның инженерлік инфрақұрылымын жасақтауға да кірісіп кетті. Жоспарлы жұмыс жүргізілуде, барлық іс-шаралардың белгіленген мерзімдері айқындалған және облыс басшысының күнделікті бақылауында деп айтқым келеді. Бұған қоса барлық энергия көздері қолда бар өндіруші кәсіпорындармен қамтамасыз етілетін болады. Бір ғана мәселе ол жылу мәселесі. Жылу мәселесін қамтамасыз ету мақсатында Ақтау қаласында 35 шағын ауданында қазандықтың құрылысы жоспарланып отыр. Нақты айтатын болсақ, бүгінгі таңда сол қазандықтың қажетті көлемінде жобалау жұмыстары атқарылуда. Биыл ма ол? Биыл келесі жыл көктемге дейін жобалау жұмыстарын аяқтаймыз деген жоспар бар және іске нақты асыру келесі жылдың еншісінде болып есептеледі. Қазандық жаңа шағын аудандарды қамтиды ғой? Жаңа шағын аудандарды қамтитын болады. Нақты айтқанда, жаңа айтып отқан, солтүстік бағытта өсіп жатқан жаңа 8 шағын аудан айқындалды. Сол 8 шағын ауданда толықтай қамтамасыз ететін болады. Бұл жылуға қатысты, ауыз су? Жылуға қатысты. Ауыз су және электр энергия көздері ол қолданыстағы өндірушілермен қамтамасыз етілетін болады. Түсінікті, рахмет. Енді қазіргі пандемия коронавирус кезінде, өткенде осыдан бірнеше ай бұрын үкімет тарапынан 15 мың теңге көлемінде осы коммуналдық төлемдерге жеңілдіктер берілген болатын. Біздің облыста бұл шара қалай жүзеге асты, қанша отбасына осындай көмек көрсетілді, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Осы пандемия кезінде үкіметпен нақты шешім қабылданған болатын. Оның ішінде осы тұрғындардың коммуналдық төлемдерін өтеу бойынша. Бұл бойынша тиісті министрлікпен тәртібі қағидалары бекітілген болатын. Соның аясында мамыр, маусым айларында тиісті төлемдер жүргізілді. Негізінен бұл көмек осы мына осал топтарға тиесілі болатын. Өңірімізде бұл аудан қалаларда осы іс-шара атқарылды және барысында Маңғыстау облысының 41 мың азамат-азаматшалары хабарласқан болатын. Олардың 38 мың 93 қарастырылып қолдау тапты және барлығы өңірге 1 миллиард 193 миллион теңге
осы коммуналдық төлемдерді өтеуге жұмсалды. Атап айтсақ, осы карантин шаралары кезіндегі 2 ай мерзімге коммуналдық өтемдер өтелді. Бұл да өз кезегінде бір үлкен жәрдем, көмек деп есептейміз. Бұл енді белгілі бір категория бойынша тізімде тұрған азаматтар ғой? Иә, белгілі категориядағы 7 санат бойынша мына осал топтарға жатқызылған азаматтар. Ол жаңағы көп балалы аналарымыздан бастап, жетім балалар, асыраушысынан айырылған отбасылары, тағы да басқа сол санаттарға жатқызылған азаматтар қол жеткізді. Құрметті желі қолданушылары, естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде біздің бүгінгі спикеріміз Айдос Хамиев, Маңғыстау облысы энергетика және тұрғын үй шаруашылық басқармасының басшысы. Қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфирде сұрақ қою мүмкіндігін өткізіп алмаңыздар. Айдос Таңғалиұлы, енді мынау бақытты отбасы деген бағдарлама сіздің басқарма жауапты, осы біле білсем осы бағдарламаға. Енді бақытты отбасы жобасы бағдарламасы біздің өңірде қалай жүзеге асып жатыр? Биылға қанша адам өтінім білдірді? Соған тоқталып өтсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Сұраққа жауап берместен бұрын осы Маңғыстау облысы бойынша кезекте тұрған азаматтарға тоқталып кеткім келеді. Бүгінгі таңда тұрғын үйге мұқтаж облыс бойынша 20.534 азамат тіркеліп тұр. Олардың ішін жіктейтін болсақ, Ұлы Отан соғысының ардагерлері 3, көп балалы аналар 1799-ды құрайды. Әлеуметтік жағынан осал топтар 7477, бюджеттік ұйымдар қызметшілері 10296, жетім балалар 891, жалғыз үйі апаттық деп танылған 68 азаматтар тіркеуде тұр. Бұл азаматтар тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша да жоспарлы жұмыстар жүргізілуде. Оның ішінде осы былтыр іске қосылған бақытты отбасы бағдарламасына тоқтап өткеніміз жөн. 2019 жылдың қорытындысымен қарайтын болсақ, бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 257 отбасы тұрғын үй құрылыс жинақ банкісі арқылы 2 миллиард 453 миллион теңге тұрғын үй займын алды. Оның ішінде көп балалы отбасылар 127, толық емес отбасылар 89 және мүгедек балалар тәрбиелеп отырған отбасылар 41. Ағымдағы жылы бақытты отбасы бағдарламасы бойынша белгіленген лимит саны 163-ті құрайды. Демек, биылғы жылы 163 біздің тұрғындар баспаналы болады деген сөз. Облыс көлемінде. Облыс көлемінде. Қазіргі таңда 130 отбасы өзінің займдарын тұрғын үй жинақ банкісі арқылы рәсімдеп пәтерлеріне қол жеткізді. Бұның ішінде де басым бөлігі көп балалы аналар, олардың саны 49-ды құрайды, толық емес отбасылар 56 және мүгедек балалар тәрбиелеп отырған отбасылар 25. Бұл жұмыстар енді жыл сайынғы жүйелі түрде жалғасатын болады. 161 отбасы дедіңіз ғой, тізімде тұрған. Салыстырмалы түрде өзге облыстармен бұл көп па аз ба? Өзге облыстармен салыстырғанда негізінен бөлу сол кезекте тұрған азаматтардың санына қарай тіке байланысты болып отыр. Сонда 130 отбасы биыл жыл соңына дейін баспаналы болады, иә? Баспаналы болады. Бұл жерде атап өткім келетіні тек қана бақытты отбасы бағдарламасы аясында. Өзіңізге мәлім, қазір осы Нұрлы жер мемлекеттік бағдарлама аясында тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша нақты шаралар қабылданып жатыр. Қазіргі айтайын дегенім, тұрғын баспаналы болу үшін инструменттер өте көп. Өте көп, және сол инструменттерді біздің мақсатымыз тиімді пайдалану. Біздерге берген мүмкіндікті тиімді пайдаланып, халыққа жеткізу және осы рәсімдерден өтуде үйлестіру жұмыстарын атқарамыз. Осы орайда 1 миллион теңге қателеспесем сертификат беріледі, соған тоқталып өтсеңіз. 1 миллион теңге сертификат бұл бастапқы жарнаны өтеу мақсатында беріледі. Бұл да мына бастапқы жарна білесіз, ол да басты талаптарының бірі банктердің. Қанша пайыз болу керек ол? 10% көлемінде. Үйдің сомасының 10%, иә? 10% көлемінде сертификаттар, тұрғын үй сертификаттары беріледі және тұрғындар сол сертификаттарды ала отырып, ары қарай өздеріне пәтерлерін рәсімдейді. Түсінікті, рахмет.
Енді жаңартылған энергия деп айтып жатырмыз ғой, жасыл экономика деп жатырмыз. Сол жерде күн жел электр станцияларын салу бойынша қандай жоспар бар? Бізде Батыр ауылында бар, және мына әуежайға, аэропортқа бара жатқанда жолда бар станциялар сондай. Соларға тоқталып өтсеңіз. Бүгінгі күні өңірімізде жаңартылған энергия көздерін дамыту бағытында да нақты жұмыстар жүргізілу үстінде. Былтырғы жылдарды алатын болсақ, 18-19 жылдары бізде 3 нысан пайдалануға берілген болатын. Оны біріншісі өзіңіз айтқан Батыр ауылындағы қуаты 2 мегаватт күн электр станциясы пайдалануға берілді. 2019 жылы Түпқараған ауданы бойынша 2 нысан, атап айтсақ Ақшұқыр селосында жел электр станциясы пайдалануға берілді. Қуаты 5 мегаватт және Форт Шевченко қаласындағы қуаты 43,6 мегаватт жел электр станциялары іске қосылып жұмыстарын атқаруда. Бүгінгі таңда бұл бағытта жұмыстар жоқ емес. Атап айтатын болсақ, биылғы жылға 2 жобамыз бар. Ол Жетібай ЖЭС жел электр станциясын салу және Жаңғыз ЖЭС атты, ол да Жетібайға тиесілі 2 жел электр станцияларының құрылысы жүргізілуде. Бұл жобаларды аяқтау осы жылдың аяғына дейін жоспарланып отыр. Түсінікті, рахмет. Енді желі қолданушылардың сұрақтарына көшсек, Гүлмира Амалбайқызы, сәлеметсіздер ме, сәлеметсіз бе? Ақтауға обастан ыстық су мен пәтерді жылытатын су бір құбырмен келіп, екінші құбырмен кері қайтады. Ал жазда 2 құбырдың бірі келесі жылыту маусымына дайындыққа жабылады. Соған байланысты су айналымында тоқтайды. Егер де циркуляциямен айналдырып жіберетін болсақ, үйдегі батареялар ысиды. Сондықтан маектен бір трубамен жібереміз. Циркуляция жаз мезгілінде тоқтатылады. Қала солай жоспарланған деп түсіндіруде. Дегенмен де олардың айтып отырғаны бір құбырмен жіберіп, циркуляция болмауы тұрғылықты халықтың мәселесі болмауы керек. Халықтың одан да басқа проблемалары жетіп жатыр. Сонда өмір бойы осылай күн кешеміз бе, әлде шешімі бар ма дейді? Бұл мәселе әрине орын алуда. Негізінен технологиялық режимдерге байланысты. Қазір өзіңізге мәлім, басты міндет осы алдымыздағы қысқы мезгілге дайындық жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Және көбіне осы ыссы суға қатысты мәселелер осы жылыту маусымына дайындық барысында орын алып отырды. Себебі испытаниялар, тексеру жұмыстарына байланысты жоспарлы түрде графиктер бекітілген. Ол біріншіден сол МАЭК Қазатом өнеркәсіп мекемесімен атқарылуда. Және біздің мынау тұрғын үй кооперативтері және тұрғындардың өзінің қатысуымен атқарылуда. Бұл мәселеде осы жақын арада шешіледі міндетті түрде және жылыту маусымына толық дайындықпен енеміз деп сендіргім келеді. Рахмет. Ерғанат Муканов, Айдос мырза, Аташ елді мекеніне орталықтандырылған су қашан тартылады дейді? Аташ елді мекеніне әрине су мәселесі орынды. Негізінен Аташ елді мекені де, Баутин ауылы да және аудан орталығы Форт Шевченко қаласы да жер асты суын пайдалану арқылы тұтынып отырмыз. Сол себепте өңір басшысының тапсырмасына сәйкес былтырғы жылы Форт, Баутин және Аташ елді мекендеріне тиесілі болатын теңіз суын тұщыту қондырғысын жобалау жұмыстарына кірісіп кеттік. Бұл жобалау жұмыстарды осы 21 жылғы 2-ші тоқсанда аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Осы іс-шаралар атқарылғаннан кейін толықтай аудан орталығы толықтай ауыз сумен қамтылатын болады. Аташ елді мекеніне келетін болсақ, әрине орталықтандырған құбыр желісі жоқ. Сол себепті аудан әкімшілігімен қазіргі таңда жобалау жұмыстарын пысықтау үстінде. Фортқа келетін болсақ, орталықтандырған желімен қамтамасыз етілген. Баутин ауылына қатысты
да мәселелер бар. Аташ елді мекенінің мәселесі осы Баутин ауылының дамуымен бірге жүретін болады. Нақты орталықтандырған су желісі енді осы алдағы жылдардың мерзімдерде жоспарланып отыр. Жоспарда бар. Жалпы орталықтандырылған су деп жоғарыда нақты Аташқа қатысты сұрақ қойылды ғой. Осы орайда жалпы облыс көлемінде тағы енді кезең-кезеңмен алдағы уақытта мүмкін қай аудандар бірінші кезекте тұр, жоспарға тоқталып өтсеңіз кішкене. Маңғыстау облысы суға қатысты алатын болсақ, бізде өңірімізде сумен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 3645 шақырымды құрайды. Және қазіргі таңда бағдарламалар аясында елді мекендерді орталықтандырған су желісімен қамтамасыз ету жұмыстары атқарылуда. Түпқараған ауданын алатын болсақ, қазіргі таңда қарқынды жұмыстар Ақшұқыр ауылында жүргізілуде. Орталықтандырған су желісімен Мұнайлы ауданы. Негізінен бөліп жаратын ештеңесі жоқ. Барлық аудан қалаларда үздіксіз бұл жұмыс атқарылады. Жоспарлы, әрине енді мынау жаңа құрылған шағын аудандар немесе жаңа бір массивтерде, елді мекендерде болмауы мүмкін, бірақ барлық бағыт бойынша нақты жұмыстар жүргізілуде. Әрине енді бүгін ертең аяқталмауы ықтимал, бірақ алдағы мерзімдерде толық қамтамасыз етілетін болады. Бұған қоса енді мына источник дейміз, сол құбырларды сумен толтыру мәселесі. Өңірімізде ел біледі, бір ғана кәсіпорын, ол Маяк Казатомөнеркәсіп, тәулігіне 50 мың текше метр су өндіріп халыққа береді. Бұған қоса Каспий су тұщыту зауыты бүгінгі таңда осы теңіз суын тұщыту бағытында үлкен жұмыстар атқарылуда. Қысқаша айта кететін болсам, ол Каспий су тұщыту зауытын кеңейту мәселесі күн тәртібінде. Бұған қоса Кендірлі аймағында су тұщыту зауытының құрылысы бастау мәселесі күн тәртібінде. Құрық ауылынан тәулігіне 50 мың текше метр ауыз су өндіретін зауыттың құрылысының негіздемелерін айналысудамыз бүгінгі таңда. Қаражанбас кен орнында 17 мың тәулік ауыз су өндіретін зауыттың құрылысы қарқынды жүргізілуде, және осы 21 жылдың басында іске қосамыз деген жоспарларымыз бар. Негізінен бұған қоса айтқым келеді, осы суға қатысты көптеп осы әлеуметтік желілер пайдаланушылары бар, өзіміздің өңірдің азаматтары бар, суға қатысты алаңдаулы. Оны әкімдік жақсы біледі. Бүгінгі таңда өңір басшысының тапсырмасымен 5 жылға арналған ауыз сумен қамтамасыз ету жоспарының жобасы жасақталды. Бүгінгі таңда қоғамдық кеңеске қарауына енгізілді. Сонан соң осы елге ұсынылатын болады жоспарымыз. Ол жоспарда осы суға қатысты барлық мәселелер, осы біздің азаматтардың күнделікті қойып жүрген ұсыныстары, ескертпелері барлығы ескерілген. Нақты жоспардың аясында бұдан былай жұмыс атқаратын боламыз. Алдағы уақытта енді жаңағы зауыттар салынса, Маяк болсын, Каспий су тұщыту зауытының жұмысын біршама жеңілдетеді ғой енді. Әрине, біршама жеңілдететін болады. Бұған қоса осы Ақтау қаласына бірінші кезекте суды толық көлемде жеткізу мақсатында суаруға мәселесі жазды күндері орын алып келеді. Пиковый период дейді, суды ең көп мөлшерде тұтыну мерзімдері. Тек қана жасыл желекті суаруға 10 мың текше метр суға дейін жұмсап отырмыз. Сол себепті осы қолда бар ауыз суымызды жасыл желекке жұмсамай, орнына қазір мына кәріз желілерімен шығатын суларды тазарту жобасында қолға алдық. Былтырғы жылдан бері бұл жұмыс атқарылып келеді. Осы қазан айында
нақты тиісті технологиялық жабдықтары осында келетін болады. Ауыз суды болашақта, жасыл желектерді суаруды болашақта екінші мәрте тазалаудан өткен суды бағыттауды жоспарлап отырмыз. Бұл дегеніміз үнемдеу мәселесі және халыққа жіберілетін ауыз суды жасыл желектерге жұмсамау мәселесі. Осындай мәселе бұл жобаны да жақын жуық аралда іске қосамыз деген ойларымыз бар. Рахмет. Гүлмира Амабайқызы, жыл сайын осылай болады, тек биыл емес, жауап толық емес, сұраққа дұрыс түсінбеген сияқты дейді жаңа сұрақты. Жылыту маусына дайындықты сұраған жоқпын негізі дейді. Циркуляцияға қатысты қойылған сұраққа қанағаттанбай отыр, толықтырамын десеңіз. Циркуляцияға қатысты қазір осы біздің қалада КЖС мекемесінде қостық. Қазір нақты пәтер иелері кооперативтерімен бірге әр үйде тексеру, сынау жұмыстары өтіп жатыр. Осы іс-шаралар аясында туындаған мәселелер шешілетін болады. Рахмет. Сара Келдібаева, неге карантин уақытында электроэнергияға ақшасы өсуде? Даладағы светтердің ақшасын неге тұрғындар төлеу керек дейді? Бұл жерде енді қазір бүгінгі таңда электроэнергия өсуіне қатысты бізде жаңа айттық, энергокомбинат жалғыз және энергетика министрінің бұйрығына сәйкес электроэнергиясы 1 теңгеге өскен болатын. Бірақ соңғы тұтынушыларға ол өсім қойылмай отыр, қойылған жоқ. Бұл айырмашылықты бүгінгі таңда энергоснабжающий организациялар бар бізде, ЭСО дейміз, сол ЭСОлар көтеріп келеді. Енді облыс көлемінде емес, білуімше Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданында ғой тек? Әрине, бұл ЭСО Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданына Альянс Энергоснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметін атқарады. Бүгінгі таңда олар өздерінің өтініштерін монополияға департаментіне ұсынып қойды және қарастыру үстінде. Нақты дәлелсіз бірде-бір коммуналдық қызметтердің құны өспейтіндігін жеткізгім келеді. Рахмет, Айдос Таңғалиұлы. Енді біз жоғарыда айтып өттім, сіз келеді деп арнайы алдын ала аңдатпай берген болатынбыз. Сол жерде тұрғындар тарапынан бірнеше сұрақтар түсті, соларды оқуға рұқсат етіңіз. 32-ші А шағын ауданы 14-ші үйдің тұрғындары. Ыстық су бізде мәселе, қашан болады дейді. Екінші подъезді қашан ремонт жасайды. Ыстық суды қашан қосады дейді. Бұл сұраққа қазір нақты жауап беру мүмкін болмай отыр. Сол себепті бұл сұрақты Ақтау қаласының әкімдігімен бірлесе отырып, қарастырып, жауабын қосымша беретін боламыз. Рахмет. Осы 32-ші А шағын ауданның тұрғындары тағы да площадка ремонтты кім жасап береді? Дворға жарық қосып берсе дейді. Жолдың жолақтарын жамап берсе дейді. Бұл мәселелер әрине жобаға сәйкес пайдалануға бергенге дейін жасалыну керек. Негізгі осы ортақ мүлікті күтіп ұстау, көп пәтерлі тұрғын үйді күтіп ұстау, сол пәтер иелерінің міндетінде. Пәтер иелері тікелей өздері немесе пәтер иелері кооперативі қызметін атқарады. Бұл мәселені әрине тұрғын үйге қатысты қажеттіліктің барлығын бірінші кезекте осы пәтер иелері кооперативінің жиынында қарастыру абзал. Сол жерде қарастырып, шешімге келу керек. Бір шешімге келмеген жағдайда тиісті құзырлы органдар бар. Тиісті өтініш білдірген жағдайда олар араласатын болады. Осы орайда мынандай сұрақ туындайды. Енді шыны керек, Ақтау қаласында тұрғындар тарапымен осы КСК дейміз басшыларының арасында жиі келіспеушілік, түсініспеушілік болып жатады. Осындай жағдайда тұрғындар кімге қайда хабарласуға болады? Пәтер иелерінің кооперативінің қызметіне әрине келіспеушіліктер, ескертулер көптеп шағымданушылар өте көп. Бұл тек қана бүгін туындаған мәселе емес.
Пәтер иелері кооперативтердің қызметіне көңіл толмайтын азаматтар болған жағдайда әр әкімдіктің жанында, аудан қалалар әкімдігінің жанында тұрғын үй инспекциялары қызметін атқарады. Тұрғын үй инспекцияларына жүгіне отырып, шешілмей жүрген, шешімі таппай жүрген мәселелер болған жағдайда оны да қарастыруға болады деп есептеймін. Рахмет. Енді мынау Саржа жобасына тоқталып өтсеңіз, жылы жағажайды туризмді дамыту мақсатында енді инфрақұрылыммен қамту бойынша қандай жұмыстар жасалды, қандай жұмыстар жоспарда бар деген сияқты? Сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда күні кеше өзіңізге мәлім, осы Ақтау қаласында туристік хабты бүкіл әлемге паш еттік. Үлкен жобалар қарастырылған. Оның ішінде биылғы осы біздің Ақтау қаласының жағажайында ашылған 500 жұлдызды қонақ үй. Бүгінгі таңда жылы жағажайды алатын болсақ, жылы жағажай толығымен ауыз су құбырымен, электр энергия желілерімен және газ құбырымен толықтай қамтамасыз етілген. Және осы теңіз жағасында шоғырланған кәсіпкерлер осы желілерге бүгінгі таңда қосылуда. Саршаға келетін болсақ, Саршада осы Құрық ауылының маңайы, ол жерде де осы туристік кластерді дамыту қолға алынған, және бүгінгі таңда су желілері мен газ құбыры тартылуда Саршаға дейін. Қосымша электр желілері жобаланып, қазір қаржыландыру көздері қаралуда. Жылы жағажайда, Саршада перспективалық тұрғыдан алғанда болашақтары зор, және үкімет тарапынан барлық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мәселелері шешілген. Бүгінгі таңда нақты қаралып жатқан осы жылы жағажайға кос дейміз, кәріз желілерінің құрылысы күн тәртібінде тұр, және нақты шешімдер де бар. Осы кәріз желісімен алдағы уақытта қамтамасыз етілетін болады. Осы орайда енді жалпы 5 жұлдызды қонақ үйде отырғанымыз рексіз қонақ үй ғой. Соған дейін барлық жерде инфрақұрылым желілері тартылған, иә? Демек, шетелден инвесторлар тарту бойынша немесе қызығушылығы бар кәсіпкерлерді шақыруға мүмкіндік мол, иә? Сол жерден бизнесін бастауға. Бүгінгі таңда әкімдік өз тарапынан барлық желілермен қамтамасыз етіп отыр. Ендігі кезек осы біздің инвесторларымыздың өңірге келіп, өздерінің кәсіптерін алаңдамай іске асыру болып табылады. Рахмет. Желі қолданушының сұрағы Жібек Ахметова, 17-ші шағынаудан Мерет тұрғын үй электр желісіне қосу мәселесі бар. Құрылыс жүргізген кездегі уақытша желімен отырмыз. Ақтау қалалық желісіне қосылу үшін ячейка жоқ деп отыр. Застройщик өз қаражатын төлеп ячейка сатып алып қою керек деп отыр қалалық әкімдік. Осыны шешіп беруіңізді сұраймыз дейді. Сұрағыңызға рахмет. Бұл мәселе бар. Бірінші кезекте әрине желілерге қосылу мәселесі туындайды бірінші кезекте. Өз кезегінде желілерге қосылу үшін сол желінің бүгінгі таңдағы иесі тиісті алу беру актілерін рәсімдеп, тиісті орындаушы құжаттарын жинақтап өткізулері қажет. Енді сол себептері, сол кейбір құжаттарды жетіспеушілігіне байланысты болып отыр деп есептеймін. Бұл сұрақты бақылауға алып, және Ақтау қаласының әкімдігімен пысықтайтын боламыз. Енді қыс жақындап қалды. Жалпы жылыту маусымы жөнінде, жылыту маусымына дайындық жөнінде жоғарыда қысқаша айтып өттіңіз. Соған толығырақ тоқталып өтсеңіз. Облыс көлемінде қандай жоспар, қандай жұмыстар жасалып жатыр? Қазіргі таңда 2021 жылға жылыту маусымына дайындық бекітілген іс-шараға сәйкес атқарылуда. Нысандардың дайындығы бүгінгі таңда білім беру нысандары 100% дайын, 453 бірлік болып табылады. Денсаулық сақтау нысандары 104 бірлікті құрайды, оның 99 бірлігі немесе 95% дайын.
Әлеуметтік нысандар 140 бірлікті құрап отыр. Оның 131-і немесе 93,5% дайын. Тұрғын үй қоры 1705 бірлікті құрайды және оның 1553-і немесе 91% дайын. Негізінен барлық осы жоспарланған іс-шаралар өзінің белгіленген мерзімдерінде атқарылуда және жылыту маусымына толықтай дайындықпен кіреміз деп сендіргім келеді. Жақсы, рахмет. Мақсат Тұрымов, саламатсыз ба, сәлеметсіз бе? Ақтау қаласының жылуын 15 қазан емес, ертерек беруге болмай ма? Үйлеріміз салқын дейді. Негізінен жылыту маусымды беру және сөндіру осы сыртқы температураға тікелей байланысты. Белгіленген температуралық режим бар. 5 күн тұрақты салқын күн болған жағдайда біз жылыту шаралары қабылданатын болады. Демек, ертерек беру мүмкін, иә? Ертерек беру мүмкін, ауа райына қарай. Ауа райы ерте салқын түсетін болса, онда сәйкесінше жылыту маусымы да ерте басталатын болады. Рахмет. Жанарбек Агманов, сәлеметсіз бе? Адай және Татьяна тас жолы сапасы өте нашар. Кім жауапты, кім қабылдап алды, қаншама шығын, дұрыс жол жоқ дейді. Бұл сұраған білмеймін, қаншалықты сізге қатысты? Енді жол салынатын жолдың өзінің тапсырыс берушісі бар, орындаушысы бар, әр құрылыстың өзінің қатысушылары бар және қадағалаушы қызметтері де бар. Бұл жолдың тапсырыс берушісі автомобиль жолдары басқармасы болып табылады және сол тапсырыс берушімен тікелей сұрақтар болған жағдайда өтініш білдіріп хабарласуға болады деп есептеймін. Ақтау қаласы енді туризм, Ақтау өңірімізде жалпы туризм қарқынды дамып жатыр. Енді алдағы уақытта кеше елбасы да келіп кетті сапарында. Осы орайда қос бір теңіз жағасында орналасқан жерде жаңағы жағымсыз иіс шығады деп демалушылар жиі шағым айтып жатады. Осы орайда қос бір кәріз айдау станциясы жаңа қаланың бас жоспарына сәйкес сол жерде кәріз айдау станциясы болады деген. Осы бағытта қандай жұмыстар жасалып жатыр? Әрине, қос бірдің қатысты мәселе өте көп. Бүгін тозығы бүгінгі таңда жоғарғы деңгейге жеткен. Сол себепті бұрынғы жылдары Кос-2 ғимараты осы облыс орталығына кіреберіске орналастырып іске асырылған болатын. Бүгінгі таңда жартылай сол Кос-2 қабылдап отыр. Кос-2 қай жерде? Кос-1 ол білуімше, солдатский пляж дейміз, соған қарама-қарсы. Ал Кос-2 ол қай жер? Кос-2 35-ші ауданнан әрірек. Автоцонның арғы жағында. Енді айтайын дегенім, Кос-1 мен Кос-2-ның арасында бір-бірін қосатын коллектор құрылысы қарқынды жүргізілуде. Жыл басынан бері атқарылуда. Осы алдымыздағы жылы аяқтау жоспарланып отыр және осы Ақтау қаласының даму перспективасына сәйкес Кос-1-дің орнына канализациялық айдау станциясы орналастырылатын болады және бұл бағытта қаламен қазір тиісті жұмыстар атқарылып жатыр, нақты жобалау жұмыстары жүргізілуде. Рахмет, Жанарбек Агманов, жауабыңызға рахмет дейді. Қуандық Аманқосұлы, сәлем. Құрметті желі қолданушылары, біз тікелей эфирдегі ашық әкімдік жобасын ары қарай жалғастырамыз. Белгілі бір себептерге байланысты шығып кеттік, техникалық ақауларға байланысты. Енді осы орайда мынандай сұрақ, алдын ала сіз келеді деп мониторинг жүргізген кезде жиі қойылатын сұрақтардың қатарында тұрғындар тарапынан жаз айларындағы ауыз су мәселесі. Енді бұл мәселені алдағы уақытта шешу үшін қандай жоспарларыңыз бар? Әсіресе мынау Мұнайлы ауданында. Мұнайлы ауданына қатысты әрине мәселе болды. Осы соңғы 2 жыл мерзімде жаз айлары байқалады. Негізінен ауыз судың жетіспеушілігі осы жаз айларындағы жасыл желектерді суаруға байланысты болып отыр. Мұнайлы ауданына қатысты нақты шешім ол осы Каспий су тұщыту зауытының кеңейту жұмыстарын күтеді.
Қысқаша айтатын болсақ, мұнайлы ауданының мәселесі осы сүт ішті зауыты аяқталғаннан кейін нақты шешімін табатын болады. Қазіргі таңда кеңейту жұмыстары атқарылуда. Президент жолдауында меншік иелерінің бірлестіктерін құру, кооператив үйлерді басқару реформасын жүзеге асыруды тапсырған болатын. Осы бағытта біздің өңірде Маңғыстау облысында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Соған тоқталып өтсеңіз. Қазіргі таңда меншік иелерінің кооперативтері құру осы қолданыстағы заңнамаға сәйкес 2021 жылдың 1 қаңтарына дейін көзделген. Әрине бұл бағытта түсіндірме жұмыстары жүргізілуде, бірақ өкінішке орай бұл жұмыстарында жеткіліксіз екенін көрсетіп отыр. Қазіргі таңда тек қана 7 OSI тіркелді бізде. 2-і Ақтау қаласында, 5-і Жаңаөзен қаласында. Бұл бағытта жұмыстар қазір жандандырылып, тиісті тапсырмалар облыс басшысымен берілді. Және бұл жердегі заңнамадағы өзгеріс мына пәтер иелері кооперативтерінің жұмысы қызметінің айналасында мәселе өте көп. Бір пәтер иелері кооперативі бірнеше шағын ауданда бірнеше үйлерге қызмет көрсетеді, және осы тұрғындардан жинақталған қаражаттардың прозрачность дейді ғой, сол қол жеткізе алмай келетін болатынбыз. Ашықтық жоқ, Ашықтық жоқ мәселесі жиі көтерілетін болатын. Сол себепті қазір мынау жаңа заңнамаға сәйкес бір көп пәтерлі тұрғын үйге бір кооператив құрылатын болады. Ол дегеніміз, сол бір тұрғын үйдің тұрғындардың жиналған қаражаты сол өздерінің үйіне кетеді деген сөз. Сондықтан қазір аудан қала әкімдіктері бұл бағытта қарқынды жұмыстарын атқарып жатыр. Мәселелер әрине өте көп. Мүмкіндікті пайдалана отырып, осы тұрғындарды осы сұрақта қолдауға шақырғым келеді. Барлық мүмкіндіктер бар. Бұл өте қажетті, орынды өзгеріс деп есептейміз. Себебі жаңағы тұрғындардың жинаған қаражаттарын ашықтығы қамтамасыз етілетін болады. Олардың өздерінің мүліктерін күтіп ұстауда ортақ шешім шығару, ортақ мәмілеге келу мәселелері біраз оңтайландырылған. Сол себепті бұл бағытта жұмыс ары қарай жалғасатын болады. Бүгінгі таңда енді 7 кооператив тіркелді, оны жаңа қайталап өтейін. 5-і Жаңаөзен қаласында, 2-і Ақтау қаласында. Болашақта бір көп пәтерлі үйге бір кооператив болады. Бұл қай уақытта енді болашақ? Болашақ осы алдымыздағы жылдың қаңтарынан бастап. Осы орайда жалпы Маңғыстау облысында немесе Ақтау қаласында қанша осы КСК дейміз ғой, кооператив иелері бар? Және олар тікелей сізге бағынады ғой енді? Олар тұрғындар алдында есеп берсе болған ма? Кооператив пәтер иелері, кооперативтер, бұл біріншіден біз түсінуіміз керек, бұл кооперативтегі мүшелер, бұл тұрғындар. Сол тұрып жатқан әр үйдің иесі сол кооперативтің мүшесі болып табылады. Және өздерінің мүліктерін күтіп ұстауда тікелей қатысады. Тікелей жауапты. Облыс бойынша 1700-дей кооператив құрылады деп күтілуде. Түсінікті, рахмет. Айдос Таңғалиұлы, енді жалпы инфрақұрылымды, электр, жылу желілерін тарту бойынша облыста тағы да қандай әрі жобалар жүзеге асып жатыр, немесе қандай жоспарымыз бар, сонымен бөлісе отырсаңыз? Қазіргі таңда күн тәртібінде тұрған бұл газ құбырының құрылысы 4-ші неткі деп айтамыз. Бүгінгі таңда аса қажетті участок болып табылады. Бұл өз кезегінде барлық тұтынушыларды, бұған қоса инвест жобаларды тауарлық газбен қамтамасыз ету мақсатында. Бұл бірінші мәселе. Екінші,
Ақтау, Құрық, Жетібай, Шетпе су құбырының жобасы жобалануда, іске асырылуда. Бұл жұмыстарда өзінің мәресіне жетуі қажет. Осы былтырғы жылдан бері атқарылып келе жатқан іс-шаралар. Осы су құбырын шешілсе, біздің біраз мәселелеріміз шешіледі деп есептейміз. Және осы газ құбыры. Қазіргі таңда жаңа нысандарға газ беру мәселесі үлкен мәселе болып отыр. Сол себепті осы жобамыз бүгінгі таңда барлық құжаттарымыз қолымызда. Тиісті министрлікке бюджеттік өтінімімізді жолдап қойдық. Және осы алдағы кезекті республикалық бюджеттің нақтылауында қаралатынына үміттіміз. Осы екі жобаларымыз, енді бұған қоса жаңа айтылған теңіз суын тұщыту заводтарымыз өз алдына тақырып. Сол себепті жоспарлы жұмыстар ары қарай жалғасын табатын болады. Құрметті желі қолданушылары, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі спикеріміз Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй шаруашылық басқармасының басшысы Айдос Хамиев. Айдос Таңғалиұлы, енді мынау ашық әкімдік жобасы өзіңіз байқап көріп отырғандарыңыздай Facebook желісінде өтеді. Яғни бұл деп отырғанымыз желі қолданушыларына тікелей сұрақ қоюға мүмкіндік туғызу. Президентіміз айтқандай ашықтық, халық үніне құлақ асатын үкімет жобалары аясында. Енді жалпы қазір әлеуметтік желілерде халық өте белсенді. Сол жерде түрлі мәселелер көтеріледі. Өзіңіз әлеуметтік желіге қаншалықты көңіл бөлесіз? Облыс көлемінде мысалы тұрғындардың шағымын, қандай проблемалары бар, қарап мониторинг жасайсыз бе, әлде басқармаңызда арнайы маман бар ма, соны мониторинг жасап қадағалап отыратын? Сұрағыңызға рахмет. Әлеуметтік желілерде әрине бармыз, бірақ жасырмаймын, мониторинг жасамаймын. Басқармада арнайы қызметкеріміз бар жауапты. Осы әлеуметтік желілердегі әртүрлі ұсыныстар, ескертпелер қаралады. Және жұмысқа әрдайым жұмыста ескеріп отырамыз. Әлеуметтік желіде бармын деп жоғарыда айтып өттіңіз ғой, сізге тікелей сұрақ қойып жатса, жауап бересіз бе, қалай? Тікелей сұрақ берілсе әрине жауап беремін, міндетті түрде. Бірақ ондай сұрақтар ашық айтқым келеді, ондай сұрақтар көп емес. Бірен-саран бір болмаса. Рахмет. Жандос Байбатыр есімді желі қолданушысы, туберкулезбен ауырғандарға үй немесе общежитие беріле ме өзі дейді. Құрметті желі қолданушысы, естеріңізге сала кетейін, біздің бүгінгі спикеріміз Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй шаруашылық басқармасының басшысы. Яғни бұл сұрақ бұл кісіге қатысты емес. Бірақ алдағы уақытта сіздің сұрағыңызға қатысты спикер келетін болса, осы сұрағыңызды міндетті түрде қоямыз. Айдос Таңғалиұлы, енді біз тікелей эфирдеміз, желі қолданушыларының сұрағы жоқ сияқты. Бұл нені білдіреді демек, бұл салаға тұрғындардың осы салаға сұрақтары жоқ деп ойлаймын. Егер болып жатса, алдағы уақытта тағы да қоя жатар. Жалпы енді тікелей эфирдегі мүмкіндікті пайдаланып, өңір халқына, облыс тұрғындарына айтар сөзіңіз болса. Енді біріншіден осы сіздердің шақыруларыңызға рахметімді жеткізгім келеді. Басқарманың басты міндеті осы өңірдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы саясатты іске асыру. Бүгінгі қойылған сұрақтар, ұсыныстар әрине біздер үшін қажет және әрдайым осы азаматтармен бірге біз әрқашан ашықпыз. Нақты ұсыныстар болатын болса, біз әрдайым тыңдап, ақылдаса отырып, бірге шешуге мүдделіміз. Көп рахмет. Желі тарапынан сұрақтар жоқ деп едім, мына жерде сұрақтар түсіп жатыр. Жауап бере кетсеңіз, Балапаш немересі Ерғали, Мұнайлы ауданы бойынша көп қабатты үйлердің халіне тоқталып кетсеңіз дейді. Мұнайлы ауданы бойынша көп пәтерлі тұрғын үйлер негізінен Маңғыстау. Құрметті желі қолданушылары, техникалық ақауларға байланысты біз қайта-қайта тікелей эфирден шығып кетіп жатырмыз. Енді Айдос Таңғалиұлы, жаңағы сұраққа тоқталып өтсеңіз, Мұнайлы аудандағы көп қабатты үйлердің жағдайы. Сұраққа рахмет біріншіден.
Мұнайлы ауданы бойынша да бірқатар жұмыстар атқарылуда. Оның ішінде бүгінгі таңда жоспарланып отырған жұмыстарымызға тоқтап өткім келеді. Мұнайлы ауданында Маңғыстау ауылындағы 4 үйдің жөндеу жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Олар 21 кварталдағы 39, 40, 42, 43 үйлер болып табылады. Бұл осы кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу аясында атқарылатын болады. Қысқаша осындай. Рахмет. Осы орайда тағы бір желі қолданушысының сауалы. Нұрлан Қазақ дейді. Ассалаумағалейкум Айдос мырза. Сұйытылған газ мәселесін шешіп берсеңіз. Газ сату станциясын салғанымызға 5 жыл болды. Газ бермейді дейді. Енді сұйытылған мұнай газына қатысты өздеріңізбен қауышқан болатынбыз осыдан 2 апта мерзімде. Сұйытылған мұнай газына қатысты бізде 5 газ желісі ұйымдары қызметін атқарады және әкімдік сол сұйытылған мұнай газ көлемін осы мұнай газ желісі ұйымдарының арасында қолданыстағы заңнамаға сәйкес бөліп отыр. Әрине, бұл азаматты мен нақты қазір айта алмай отырмын. Жазбаша өтініш білдіретін болса, біз қосымша қарастырып, тиісті шараларын қабылдайтын боламыз. Рахмет Айдос Таңғалиұлы, уақытыңызды бөліп, бүгінгі сұхбатымызға келгеніңізге, жұмысыңызға табыс тілейміз, абыройыңыз арта берсін. Рахмет. Құрметті желі қолданушылары, бүгін енді біздер шыны керек бірнеше рет тікелей эфир желісінен шығарып жатыр. Не себепті екенін әзірге білмейміз, техникалық ақаулар болуы мүмкін. Бірақ эфирді міндетті түрде сақтаймыз. Бүгінгі спикерге тағы да тікелей эфирде қоя алмаған сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Айдос Таңғалиұлы алдағы уақытта сіздің сұрақтарыңызға жазбаша түрде жауап береді. Осымен бүгінге тәмам. Жақсылықта жолығайық, аман сау болыңыздар.